Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге молочная девочка тортының рецебімен бөліспекшімін. Каналға тіркеле кетіңіздер. Бұл арнайы мастер-класстардан сатып алынған рецепттердің бірі. Негізі барлық выпечка торттарды жасаған кезде барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы қажет. Бір банка сгущенкаға 2 жұмыртқаны саламыз. Сгущенка міндетті түрде айналайын немесе 3 желанияның сгущенкасы болуы керек. Оған 72%-тен жоғары бөлме температурасындағы сливочный майды саламыз. Молочная девочка тортының жақсы болып шығуы оның құрамындағы сгущенка мен майдың сапалы болуына байланысты. Енді осыларды миксермен араластырамыз. Миксердің А жылдамдығынан бастап бұл масса біркелкі болғанша араластырып отырамыз. Алдын ала електен өткен 160 грамм ұнға 10 грамм разрыхлительді араластырып, аз-аздан бірнеше бөлікке бөле отырып салып араластырамыз. Осындай қоюлықтағы масса шығады. Бұл тортты жасаған кезде құрамын таразымен міндетті түрде өлшеп салу қажет. Пергамент қағазын қарындашпен дөңгелектеп сызып алып, немесе осындай арнайы формаға әрбіріне 3-4 қасықтан бөліп саламыз. Қасықпен жан-жағына жеткізіп салып, жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 6-7 минуттай пісіріп аламыз. Шет-шетін жабысқан жерлерін пышақпен алып, коржды формадан босатып аламыз. Пештен шыққан корждарды бір-бірінен жете қоймаса, ол өте тез бір-біріне жабысып қалады. Енді кремін дайындаймыз. 250 грамм творожный сырға 100 грамм сахарный пудраны салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Оның үстіне 500 грамм сливки қосып, миксердің А жылдамдығынан бастап көбейте отырып, оны да араластырамыз. Егер ол натуральный сливки болса, қоюланған соң бірден тоқтатамыз, әйтпесе ол іріп кетуі мүмкін. Енді арасына крем жағып, тортымызды ары қарай жинаймыз. Кальцияның көмегімен жинасақ, біздің тортымыз түп-түзу болып әдемі шығады. Енді обтяжканың кремін жасаймыз. Обтяжка ол жабу, қаптау. Обтяжканың рецебі описание бөлімінде. Мен көк түсті торт жасағым келгендіктен 2-3 тамшы краска құйып араластырдым. Кремді арнайы кондитерлік мешокқа салып, шет-шетіне айналдыра жағып шығамыз. Енді бетін тегістейміз. Енді қалауымыз бойынша торттың бетін әсемдейміз. Торттың бетін безендіру, мастикамен жұмыс описание бөлімінде ссылкалары арнайы көрсетілген. Рецеп ұнаса лайк басып, комментария қалдырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер.